Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздердің назарларыңызға 2016 жылы шыққан Доктор Стрэндж фильмін ұсынамын. Видеоны аса лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Видеоны бастайық. Ғибадатханаға бір топ сиқыршылар кіреді. Олар қарауылдарды оңай жеңеді және сиқыршы жайлы кітаптардың бір парағын жыртып алады. Бірақ олардың алдынан бір бас сиқыршы шығарды. Ол ұрылармен шайқаса кетеді, алайда ұрылар қашып кетті. Бұл кезде қаладағы ең тәжірибелі хирург Стивен Доктор Стрэндж музыка тыңдап операция жасауда. Операциядан шыға сала оның серіктесі Кристина бір науқасты көрсетеді. Ол науқастың басына оқ кіріп, ортада қалып қойыпты. Оны барлығы өледі деп ойлайды. Бірақ Стивен дереу операция жасап аман алып қалады. Негізінен Стивен өркөкірек, нарцисс, яғни көзге көп түскісі келетін, өзін жақсы көретін адам және Кристинамен бұрындары жүрген. Үйінде сәнденіп, қымбат көлікке мініп бір жерге бара жатқанда ауруханадағы бір науқас комаға түскені жайлы хабарлама келеді. Оған көңіл бөліп қалған уақытта жол апатына ұшырайды. Жол апаты кезінде қолдары мыжылып қалады, бірақ та ол тірі қалды. Ауруханаға жатқызылды. Ұйқысынан тұрса, Кристина оның қолының жағдайы қиын екенін айтады. Стрэндж қолынан не жасағанын сұрайды. Кристина бәрін жасағанын айтқанда, Стрэндж мен одан да мықты жасайтын едім деп жауап берді. Уақыттар өтеді. Оның қолы дірілдейтін, әлсіз болып қалады. Ол барлық дәрігерлерді кінәлайды. Өз бетінше сауықтыру орталықтарына бара бастайды. Сондағы дәрігер бәрі жақсы болып кететін айтқанда, ол сенбейді. Сол кезде дәрігер осында омыртқасы сынған бір адам жазылып кеткен дейді. Стрэндж әлі де сенбейді. Ол сақалын ала алмай бастайды. Бар ақшасын қолын емдеуге жұмсай бастайды. Кристина Стрэнджге көңіл күйді түсірмеуді айтады, бірақ Стрэндж Кристинаны ұрсып ренжітеді. Стрэндж кезінде омыртқасы сынған адамды тауып алып, ол адам ақылмен ойлап дұрыс емшіні тапсан жазыласын дейді. Сөйтіп ол Камарташ деген жерді іздей бастайды. Онда атақты бір емші сиқыршы бар деген сыбызды да естіді. Алдынан бұзық жігіттер шыққанда оны бір адам құтқарады. Ол өзімен ертіп Камарташқа алып келеді. Онда бас сиқыршы емшімен танысады. Ол Стрэндждің кім екенін таниды екен. Ол Стрэндждің қолын емдей алатынын айтады. Стрэндж медициналық тұрғыдан емдейді деп ойлайды, бірақ емші сиқырмен емдейтінін айтады. Стрэндж ашуланып, сиқырға сенбейтінін айтады. Сол кезде емші бір сиқырын көрсетеді. Стрэндж у қосылған шай іштім деп ойлайды. Емші әртүрлі сиқырларын көрсетеді. Содан барып Стрэндж сенеді және сиқыр үйренгісі келетінін айтады. Емші оны қуып шығады. Бірнеше сағаттардан соң оны қайта ішке кіргізеді. Енді Стрэндж сиқыр үйрене бастайды. Ол кітапханашы Вонгпен танысады. Стрэндж кітапханадағы кітаптарды оқи бастайды. Сол кезде Вонг осы жақында Кетсили есімді зұлым сиқыршы уақыт жайлы кітап ұрлағанын айтады және егер кітап ұрлаған адамды ұстасақ, ауыр жазалайтынын айтады. Бұл кезде Кетсили кітапты оқып, күшін көбейтіп жатады. Сиқыршылар сиқыр үйреніп жатқанда Стрэндж ештеңе істей алмай жатады. Оларға сиқырлы жүзік беріп, портал ашуды да үйрете бастайды. Бірақ ол да оның қолынан келмейді. Емші оны Эверестке алып келіп, сол жерден емші кетіп қалады. Стрэндж көп күш жұмсап, портал ашып келе алды. Стрэндж шашы мен сақалын қысқартады. Стрэндж Вонгтан көп кітап сұрайды, бірақ Вонг әлі ерте екенін айтып бермей қояды. Сондықтан ол портал арқылы кітап ұрлайды. Стрэндж уақыт өткен сайын мықты сиқыршы бола бастайды. Емші оған айналы әлемді де көрсетеді. Басқа сиқыршы Мордо бұрында Кетсили тура Стрэндж сияқты алғыр болғанын айтады. Түнгі уақытта Вонг жоқта. Стрэндж кітапханаға кіріп, тыйым салынған уақытты басқарата алатын Агата көзін алады. Сол арқылы Кетсили жыртқан беттерді шығарып оқиды. Онда қара әлем мен шексіз өмір жайлы жазылыпты. Вонг пен Мордо келіп Стрэнджге ұрсады және олар сиқыршының міндеті әлемді көрінбейтін қауіптерден, Дармаму құбыжығынан қорғау екенін айтады. Стрэндж бұл шайқасқа қатыспайтынын, жай қолын емдеуге келгенін айтады.
Сол кезде дабыл ұрады және ғибадатханада шабуыл жасалады. Стрэндж портал арқылы Нью-Йорк ғибадатханасына кетіп қалады. Онда ол ақылды жамылғыны тауып алады. Китсили бұл жерге де келіп жетеді. Ол Стрэнджді байқайды. Китсили сиқыршылармен Стрэндж шайқаса бастайды. Китсили сиқыршылары тәжірибелі болғанымен Стрэндж ақылдырақ. Бірақ Китсили келіп Стрэнджді өлтіре бастайды. Сол кезде Стрэнджге ақылды жамылғы қорғайды. Ол Китсилиді бір құрылғымен біраз уақыт ұстап тұрады. Сол кезде екеуі сөйлеседі. Китсили Дармамуды шақырып, әлемді қара түнек етіп, адамдар мәңгі өмір сүре алатынын айтады. Сол кезде Стрэндждің артынан Китсилидің бір сиқыршылары келіп, оны жаралайды. Стрэндж ауруханаға портал ашып, Кристинамен кездесіп, көмек сұрайды. Стрэндж есінен талып қалады да астралды әлемге тап болады. Ол Кристинамен тілдесіп, өзін-өзін қалай емдеу керек екенін айта бастайды. Сол кезде басқа Китсили сиқыршысының жаны келіп, Стрэнджбен шайқасады. Кристина электронды заряд арқылы Стрэндждің жанын күшендіріп, ұтуға көмектеседі. Стрэндж ғибадатханаға келіп, емшінің ұзақ өмір сүруін қара әлеммен байланыс орнатуынан деп болжайды. Емші ештеңе демейді. Мордо Стрэнджді әлсіз деп айыптайды. Сол кезде Китсили де келеді. Сөйтіп шынайы әлемге еш әсер етпейтін айналы әлемде шайқас басталады. Китсили жеңіп, әртүрлі сиқырлар жасап жатады. Соңғы уақытта емші келіп Стрэнджді құтқарады және осында емші қара әлеммен күш алатынын, мәңгі өмір сүруі содан екенін мойындайды. Осы кезде Китсили жеңіп, емшіні жоғарыдан лақтырып жібереді. Стрэндж емшіні ауруханаға алып келеді. Стрэндж мен емші соңғы рет сөйлеседі және емші Стрэнджді бас сиқыршы етіп тағайындайды. Стрэндж алдындағы ісі үшін Кристинадан кешірім сұрап, Китсилиді тоқтатуға кетеді. Осы кезде Китсили Гонконгқа келеді. Вонг өзінің сиқыршыларын жинап, Китсилимен шайқасуға дайын. Стрэндж Мордомен кездесіп, шайқасуға келістіреді. Гонконгқа келсе, Китсили жинап, қала қирап жатыр екен. Стрэндж уақытты артқа кетіріп, бәрін тірілтіп, уақытты тоқтатып, Дармамумен келісуге кетеді. Ол Дармамуға жетеді. Дармаму келісімін бермей, Стрэнджді өлтірді. Стрэндж уақытты тағы да артқа кетіріп, тағы да келеді. Осылай Дармаму Стрэнджді бірнеше жүз рет өлтіреді. Соңында Стрэнджді жеңе алмайтынын біліп, бұл әлемнен Китсилиді өзімен бірге алып кетіп қалады. Стрэндж бәрін дұрыс сұрайды да Нью-Йорктағы ғибадатханаға кетеді. Енді доктор Стрэндж нағыз сиқыршы.